Так, мына фурада маған өтеніп кетті да, мен кеше көрдім бұл айтышы. Кеше түн болғаннан кейін көшті. Осыны жол ақысын аямай алады ғой, жол ақысын. Автожол. Штраф салып, Каспийін тартып алып, осындайға ше 50%-ін төлейтін заң шығарыңдар. Заң жақсы шығарасыңдар ғой. Не болды енді мақұл. Осы жолда кетті ғой, мына осы жолда өртенді. Неге бұл тек грузовой машиналардан неге солардан ғана жағдай айтып ақша жинау керек? Бітті ғой, мына шаруасы бітті ғой, байғызды. Болды. Арақ ішіп кетеді мынау. Қарызға кірді. Автожол қайтарым. Осыларға обязательно ақша төлейтін қылып әрекет жасаңдар. Шаршап жүр балдардың бәрі. Мен бірденен айтайын сендерге. 1000 жерден білгіш болғанмен ше, сендер өкіметке қатысы жоқ екендерін біледі ғой бәрі қазір. Частный компания екендерін. Міне бітті шаруасы. Ол явно арақ ішіп жатыр. Бәріміздің басымызға келіп жатыр осы. Мына тарифті басынан қараңдар, фураның тарифі, газелдің тарифтері. Дұрыс емес, слишком көп. Мен қарсымын негізі. Сосын или двойной тариф жасаңдар. Транзитныйды бөлек, қазақстанский көліктер бөлек қылып жасамасаңдар болмайды. Ағайындар шаршап жүр дейін, бірденен айтайын сендерге. Қазавтожолда жүрген білгіш сымақтар отырған яқта. Зорға төлеп жүр. Дым пайда жоқ сөзің ашығы. Сәл біреу бастаса жарылайын деп тұр. Сондықтан сосын мынандай авария болған көліктерге 50%-ін төлейтін әрекет жасаңдар. Болмайды. Міне жолдарың мынау сендердің. Міне жолы келеді. Мынау Түркістан мен мынау не мынау? Төрткөлдің ортасында.